Соңғы 2 жылда елде жас ғалымдар қатарын 1000-нан астам маман толықтырған. Бұл жөнінде Білім және Ғылым министрлігі хабарлады. Әрі жылма-жыл қаржылық қолдау артып келетінін айтты. Бүгін 12 сәуір ғылым қызметкерлерінің күніне орай аймақта да бірқатар іс-шаралар өтті. Қазір еліміздің ғылым саласында жүрген мамандар саны 23 мыңға жуық. Қатарында жамбылдық дарындылар да бар. Мерекенің дәл бүгінге қойылуы қазақтың ғалым академигі Қаныш Сәтбаевтың туған күнімен дәлме-дәл орайластырылған. Осы университетіміздің ғалымдарының аға буын, орта буын, кіші буын, тіпті облысымыздағы мектептегі ғылымға қызығатын мектеп оқушыларын шақырып, университетіміздің жетістіктерін ғылым саласында, техника саласында, педагогика саласындағы жетістіктермен таныстыру, ғылым саласын атап өту мерекесі. Тараз өңірлік университеті де мерекеге орай ғылыми жобалар жасап, жарыста жүлделі болып жүргендердің туындыларын көпшілік назарына ұсынды. Біздің өзіміздің студенттердің істеген жобалары. Стендтің аты микроконтроллерге негізделген ақылды үй болып табылады. Қысқаша айтқанда умный дом. Сонымен қатар біз бұл кезде ең бірінші бізге керек нәрсе адамдарға қолайлық жасау болып табылады. Сонымен қатар оны жасау үшін біз арнайы пультпен тек қана телевизорды ғана емес, сонымен қатар үйді басқаруға болатындығын дәлелдеуге осы стендті ойлап таптық. Айта кетейік, министр Асхат Аймағамбетов 1 жыл бұрын ғылым саласын қаржыландыру 2025 жылға қарай жалпы ішкі өнімнің 1%-на теңеседі деген болатын. Бұл салаға серпіліс дейді бүгінгі жиындағылар. Қара шаңырақтан шыққан ғалымдар саны өте көп. Ол ары қарата да көбейеді деп біз сенеміз. Осы өсіп келе жатқан жас ұрпақ, артымыздан ілесіп келе жатқан жас ғалымдар үлкен болашақтағы осы елдің үлкен ғалымдары және әлемге бір еңбегі сіңген азаматтар болатынына сенімдіміз. Мереке құтты болсын. Аязбай Марат Ділдәбекұлы. Шара соңы университет қабырғасында салаға үлес қосып жүргендер, студенттер мен оқытушы құрамға алғыс хат табыстаумен тәмамдалды. Гүлнар Тайжан, Нұртай Ыбырай, Мейірбек Сауранбай, Аймақ.